Қал жағдайларыңыз қалай? Students book 83 беттің тапсырмаларын орындаймыз. Exercise 1. Complete the sentences from the text on page 82, then choose the correct answers in the rules. 82 беттегі мәтіннен мына сөйлемдер тауып, сөйлемдер толықтырамыз, одан кейін астында ережелерде дұрыс сөздер табамыз екен. Natural disasters have caused serious damage in the world. Many people have rebuilt their houses. Volunteers have also helped a lot. Natural disasters have shown us how important is it to work together. Енді ережелер бойынша таңдасақ. We use the present perfect to talk about experience in the past which are important now. Яғни present perfect'ті біз өткен шақта жасалған іс-әрекеттер туралы айту үшін, бірақ қазір маңызды болған іс-әрекеттер туралы айтады екенбіз. We don't say exactly when the present perfect action happened. Нақты қашан болған уақытын айтпаймыз, жай ғана іс-әрекетті айтамыз. We form the present perfect with have, be plus participle. Have мына жерде have және үшінші етістіктің үшінші формасы қолданылды екенбіз. Келесі exercise to complete the table the past simple and past participle forms of the verbs in the box. Қорапшада берілген етістіктердің өткен шақ және perfect шақтарын қолданып жаңағы неде жазады екен, және оларды екі бөлімге бөлеміз. Regular дұрыс және irregular бұрыс деп. Regular destroy, destroyed, destroyed, suffer, suffered, suffered, save, saved, saved, help, helped, recommend, recommended, recommend. Яғни regular болса жай ғана етістікке иде жалғаймыз, Ал irregular болса түбірімен өзгереді. Мысалы make, made, send, sent, do, did, done, bring, brought, show, showed, shown. Kelly's exercise complete. Work in pairs, cover your tables and test your partner. What are the past simple and past participle forms of the verbs in exercise 2? Жұп болып жұмыс істейміз. Жаңа кітапты жауып, өзіміздің жұбымызды тексереміз. Екінші жаттығудағы етістіктерді айтып, олардың өткен шақ үш формасын сұраймыз екен. Kelly's exercise for complete the sentence using the present perfect form of the verbs in the brackets. Сөйлемдерді жақшаның ішіне берілген етістіктің present perfect формасымен толықтырамыз. Біріншісі, the government has warned. Екі, people have evacuated their homes болады екен. Келесі бесінші жаттығу, complete the text using present perfect form of the verbs in the books. Қорапшада берілген етістіктердің present perfect формасын қолданып отырып, мәтінді толықтырамыз. Біріншісінде has melted. Екі, has damaged. 3, have had. 4, has built. 5, has been. Және 6, have become. Келесі 6-шы жаттығу, exercise 6, work in pairs, talk about experience 1 to 8, use the words in the books and the affirmative and negative forms of the present perfect. Енді өзіңіздің опытыңыз туралы айтыңыз дейді. Тәжірибеңіз туралы жұп болып жұмыс істейміз. Қорапшада берілген сөздерді болымды болымсыз формаларда present perfect'та қолданып сөйлемдер жазады екенбіз. Мысалы, everyone in my class has helped people in need during the charity fair деген сияқты сөйлемдер жазсақ болады. Видеоны паузаға қойып, 1-ден 8-ге дейін берілген сөйлемдерді мен жазған мысал ретінде берілген сөйлемдерді оқып, оларды дәптерімізге көшіріп алсақ болады екен. Осымен барлық тапсырмаларды орындадық. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.